Айтарым, арамыздан біреу ертелі кеш өтеді. Ол өткеннен кейін оны жылап сықтап басына көк тас қойылып жатыр. Бірақ айтарым, сол адам тірі кезде сол көк тастың ақшасын беріп жүрсеңіздер, тірі кезде бір-бірімізге сыйлық беріп жүрейік. Өмірден өтіп кеткеннен кейін басына барып не тұрғызбай қояйық оның? Мавзолей тұрғызбай қояйық. Адам тірі кезінде сыйлау керек. Ағайын туысыңды жақсы деп тірі кезде айтып қалыңыздар. Өтіп кеткеннен кейін болды, ол кісі барзақ әлеміне кетті. Сенің маяқты өтірік жылап отқаныңды білмейді олар. Жақсы адам еді, ағам жақсы адам еді деген естіп атқан жоқ ол марқұм. Оны қай кезде айтып қалыңыздар? Тірі кезде айтайық. Тірі кезде ағаңды сыйла, ініңді сыйла, атаңды сыйла, жеңгеңді сыйла, нағашыңды сыйла. Бірақ ол қашан болсын ол нәрсе? Тірі кезде болсын. Өмірден өткеннен кейін енді Алланың тағдыры ол, біз жүрек езіледі, көзден жас шығады. Пайғамбар ислам айтты. Бірақ артық сөз айтпаңдар деген. Мүлік Алланыкі, мүлік Алланың өзіне қайтты деп айтамыз. Бар кезде беріп жүрейік, тірі кезінде сыйлап жүрейік. Міне.